Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздерді менің YouTube арнамда көргеніме қайтадан қуаныштымын. Бүгінгі шығарылым өте ерекше, өте маңызды десем болады. Себебі тура осы видеороликті жазғым келіп жүргеніне, түсіргім келіп жүргеніне жылдар болған шығар. Өйткені YouTubeқа бөлетін көңілім, бөлетін фокусым, бөлетін уақытымның аздығынан мынау бір закрепить етілген, бірден сіздерге көрініп тұратын осындай шығарылымның шығуы қиындап кетті. Бірақ наконец-то мен осыны жасауға қолым жетті, және сіздерге бүгін мен осы видеода өзім туралы, жалпы биосмет курсының құрылымы туралы, оқушыларға беретін біліміміз, авторлық методикамыз туралы, жалпы курстың ішінде қандай этаптардан оқушылар өтеді, және біз оқушыларымызға нәтиже көрсету үшін не істей аламыз, соны ашып подробно түсіндіріп өтетін боламын. Бүгінгі шығарылымда енді сіздер мүмкін өз сұрақтарыңызға жауап ала алмайсыздар, андай психологиялық сұрақтарыңызға, бұта туралы сұрақтарыңызға, бірақ биосмет курсына тіркелем деп ойланып жүрген болсаңыз, бірақ сізді бірдеңе тоқтатып жүрген болса, сенімсіздік тоқтатып жүрген болса, сондай бір сұрақтарыңызды осы шығарылымнан ала аласыздар деп ойлаймын. Жалпы өзімнен бастайын. Биосмет курсының негізін қалаушымын, және бұл курсты ашқаныма 2026 жылы 2 жыл болады, Құдай қаласа. Жалпы 6 жылдық тәжірибем болғанымен, менің осы білім саласында жүргеніме, яғни өзінің курсы бар, өзінің мектебі бар, өзінің жеке оқушылары бар, бір сондай үлкен деңгейдегі мұғалім ретінде жүргеніме соңғы 2 жыл болды. Оған дейін әртүрлі частный мектептерде, сондай-ақ жаңағыдай оқу орталықтарында жұмыс жасадым, тәжірибе жинадым, биологияда мұғалім болдым, химияда мұғалім болдым, өте көп оқушыларды оқытып шықтым, офлайнда, онлайнда. Осы бір екі саланың тоғысуы, биология мен химияның, офлайн мен онлайнның мені жас кезімде мықты маман болып тәрбиеленіп шығуға бір өзінің септігін тигізді деп ойлаймын. Әйтпесе түріме қарап көп оқушылар мені жас деп ойлайды, тіпті өздерімен құрдас деп ойлап қалып жатады кейде. Бірақ олай емес. Шынында 16 жасымнан бері сабақ бергеніммен, қазір енді 22 жасқа дейін мен 6 жыл көлемінде осы салада жүрмін. Профориентация жасадым 2 жыл бойы, биология, химия, биология, география бағыттары бойынша оқушыларға мамандық таңдауға көмектестім. Мамандықтар толықтай зерттедім. Әсіресе медицина мамандықтары туралы менің білерім көп. Өйткені медициналық университеттің қабырғасында жүріп, сол жерде білім алып, жалпы енді сол шаңырақта өскеннен кейін, әрине менің медицина мамандықтары туралы айтарым бар, айтарым көп. Сондықтан оқушыларға осы бағыттар бойынша да көмектесемін. Астана медициналық университетінің түлегімін. Осы университетке өте қатты қуанып, 2020 жылы 128 балмен нағыз ұбт-дағы грантқа түскен болатынмын. Содан бері сол университетке оқушыларды түсіруге дайындап келемін. Тәжірибем 6 жыл, айтқандай 6000-нан аса оқушыны оқытып көргенмін. Биология, химия мұғалімімін, 2 пәннен де сабақ беремін. Инстаграм, тикток, әлеуметтік желілерін белсенді жүргізуім мені оқушыларға танымал етті. Енді YouTube желісінде де оқушыларға пайдалы болғым келеді. Менің жалпандай қысқа роликтер көретін тикток, инстаграм желілеріндегі мақсатым жалпы танымал болу болса, YouTube'тағы менің мақсатым, бірінші мақсатым танымал болудан көрі маңыздырақ мақсатым бұл пайдалы болу, достар. Және оқушылардың проблемаларын, биология, химия тақырыптарын әнмен жеткізіп келемін. Өйткені IT сахнасында, жалпы өнер саласында өте үлкен тәжірибем бар. Осылай мен оқушыларды өзіме баурап, курста өте қызықты мысалдармен, өте әдемі дикциямен, өте әдемі дауыспен өзіме баурап аламын, биологияға, химияға қызығушылығын ашамын, және әрине нәтиже шығаруларына көмектесемін, грантқа түсіремін. Жалпы біздің курста кураторлар, спикерлер, менен басқа артымда қаншама команда бар, бірақ сол барлығымыз бірігіп шығарған нәтиже біздің көңілімізден қазір шығып тұр, көңіл толарлықтай болып тұр. Себебі соңғы жылда оқытқан оқушыларымыздың 90% грантқа түсіп, оның жартысы, то есть 50% медицинаға грантқа түсті. Сіздер білесіздер, биохим таңдасаңыздар, ең қиын сала грантқа түсетін бұл медицина саласы. Одан кейін екінші орында педагогика саласы. Бізде 90% оқушымыздың
50% медицинаға, 35% педагогикаға грантқа түсті, ал қалғандары басқа мамандықтарға грантқа түсті. Бұл біздің статистикамыз, достар. Негізі біз биосмет деп аталуымыздың да түпкі тамыры сол биология медицина, яғни биология химия таңдаған оқушыларды медицинаға грантқа түсіру мақсатында осылай аталған болатынбыз. Және смет менің фамилиям, шынайы фамилиям, гректің аты, бірақ жалпы тұқымым қазақ, қазақтың қызымын. 2024-2025 биылғы оқу жылының статистикасы бойынша бізде 48 оқушы 130 плюс балл, 108 оқушы 100 плюс балл, 211 оқушы 110 плюс балл, 80 оқушы 120 плюс балл, және 500-ге жуық оқушы 70 пен 100-дің арасында, 300 оқушы 115 плюс балл жинады. Жалпы 24-25 жылғы статистиканы көріп тұрсыздар. Бұл статистикаға қарап мен не айта аламын? Бұл біздің алғашқы жұмыс жасаған жылымыз болса да, өте жемісті жыл болды, және өте мыңдаған көп оқушы оқытып, оның 5%-нан 3%-нан нәтиже шығарған мектеп болғанға қарағанда, азғантай оқушы оқытып, оның жаңағыдай көп бөлігінен нәтиже шығарған мектеп болу мен үшін абырой, мен үшін санға емес, сапаға жұмыс жасаған абырой. Сондықтан 24-25 жылғы нәтижелеріме мақтана аламын. Биосметте оқыған 50% оқушы медицинаға грантқа түсті, сертификаттары, оқушыларымыздың отзывтары әрине бүгінгі роликта болады. Оқушыларымыздың кураторларға және бізге деген биосметке деген ыстық ықыласы біз үшін өте қымбат, және біз осы үшін жұмыс жасаймыз, осы нәтижелерді көріп рахаттанамыз, жұмысымыздың осындай жемісін көріп рахаттанамыз. Ал курстың құрылымына келетін болсақ, яғни осы нәтижелерге жеткізетін этаптарға келетін болсақ, бұл бірінші мұғаліммен эфир. Бізде аптасына 3 рет тікелей эфир болады, яғни тек қана видео сабақпен оқытпаймыз. Биология, химия, география күнделіктері, бұндай күнделіктер ешқандай орталықта жоқ деп уверен айта аламын, достар. Болмаса енді тапсырма беретін шығар, бірақ күнделік және деңгейлерге бөлінген тапсырмалар тек бізде ғана, достар. Айлық пробнылар, енді айына бір пробный алу, бұл базовый минимум. Аптасына 2 рет зачет, вот это вот роскошный максимум, достар. Білесіздер, енді көп жерде аптасына бір-ақ рет қана зачет алынады, бірақ биосмет артығымен береді, биосмет артығымен жасайды, сондықтан біз аптасына 2 рет зачет. Рейтингпен бағалау, ата-анамен кері байланыс, сұрақ-жауап викториналары, қайталау курсымен офлайн лагерді тегін береміз. Жылына 1 рет офлайн лагер ұйымдастырып тұрамыз, жылына 1 рет түлектер кешін ұйымдастырамыз, және оның барлығына кіру тегін. Спикерлермен эфирлер жасалады, жалпы кураторлардың қадағалауы болады. Курстың видео сабақтарының ішінде биологиядан да химиядан да менмін. Ал географиядан бізде арнайы мұғалім бар. Биология, химиядан мен өзім беремін. Тесттардың барлығы менің фильтрімнен өткен, күнделіктердің барлығы менің фильтрімнен өткен, жалпы курс менің фильтрімнен өткен. Сондықтан уверенно тіркеле берсеңіздер болады, себебі біз сіздер үшін жауапкершілік алуға дайынбыз, достар. Біздің байланыс номеріміз 8700 413 36 59. Кешірім сұраймын, бізде байланыс номерлер иногда өзгеріп тұрады. Егер осы номерге байланыса алмай жатсаңыздар, бізде ылғи осы YouTube каналымызда описаниеда номер бар, арнайы, ссылка бар, там WhatsApp ссылка бар, Insta ссылка бар. Соның ішінде WhatsApp ссылканы біз номерлеріміз ауысқан кезде ауыстырып тұрамыз. Так что иногда презентациядағы номер жұмыс жасамаған кезде сол ссылкаға өтсеңіздер болады. Мысалға, в данный момент бізде 3659 деген номер сообщениенің көптігінен блокқа түсіп қалды. Өте көп оқушы жазады. Сол себепті описаниедегі ссылкадағы номерге өтіп, біздің курсқа смело тіркеле берсеңіздер болады. Біз сіздерді құшақ жая қарсы алуға дайынбыз. Рахмет, достар, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.